Соңғы кезде Қазақстанға қатысты да кейбір адамдар бұл жер Дарул Харб дегендей пәтуа бергісі келеді. Дарул Ислам, Дарул Харб деген ұғымдар Құранда жоқ ұғымдар. Бұл ұғымдар кейіннен әсіресе Ханафи ғалымдардың үлесімен белгілі бір деңгейде теорияға айналды. Жалпы имам Әл-Касани өзінің Бадайу Саная фи тартиби шарая деген кітабында өте жақсы жазады. Имам Абу Ханифадан риуаят келтіріп, Дарул Исламнан және Дарул Харбтан мақсат ол елде исламның немесе күпірліктің болуы емес дейді. Дарул Ислам мен Дарул Харбтан мақсат ол елдің қауіпсіз немесе қауіпті болуы. Егер кез келген ел қауіпсіз болатын болса, ол жер Дарул Ислам болып есептеледі. Қайсы бір елді мекен қауіпті болса, ол жер Дарул Харб, яғни қауіпті территория деп имам Абу Ханифа анықтама берген. Соңғы кезде Қазақстанға қатысты да кейбір адамдар бұл жер Дарул Харб дегендей пәтуа бергісі келеді. Ондайға жол бермеу керек. Тек Құран хадиспен жүреміз деген адамдарға бұл нәрсе айтылса, олардың сүйенетін жері сол Ханафи мазхабының кітаптары. Себебі бұл теорияны ең көп дамытқан Ханафи ғалымдар.